Ассалаумағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері. Сіздердің назарларыңызда көкпардан бірінші әлем чемпионатының ойындары. Біз бүгін Түркия Республикасы мен Моңғол Халық Республикасының құрама көкпар командаларының арасындағы тартысты бәсекені сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Астана қаласында ауа райы өте жылы, 25 градус жылылықты көрсетеді, 21 км сағатына жел соғып тұр. Жалпы екі мемлекеттің жігіттері де өте мықты. Қырғызстан Республикасында өткен көшпенділер ойындарында Түркия бақ сынаған естеріңізде шығар. Сонымен бүгінгі ойынға әділ төрелігін жасайтын төрешілер ортада Ақылбай Манкеев, қапталда Зиябек Жеткеров, Сейдулла Жалелов, Күнтуған Әбілдаев. Күнтуған Әбілдаев Ресейден келген төреш екенін айта кетейік. Ал дәл қазір Түркия Республикасының құрамасы міне сіздердің назарларыңызда: Алпаслан Жайлан, Ватан Ташбек, Өндер Хурсан, Улубатлы Бурку, Тимур Мустафа, Динчер Жемал, Уфук Ридван, Бакөз Жемил, Туфан Селихеддин, Учар Огузхан және Кутлу Алпаслан мен Жайлан Низахат өнер көрсетеді. Ал Ватан Ташбек дәл осы Түркия құрамасының бас бапкер ретінде тіркелген. Ал Моңғолияның құрамасы сіздердің назарларыңызда: Қуантай Қайыржан, Ғалым Дәулет, Байыс Досжан, Мұрат Ерлан, Айбарс Болат, Досан Ешжан, Әбжапар Әбуғали, Үрстем Арслан, Ақби Бақытбек, Ырыстас Түлек, Серік Жеңісбек, Мағжан Құрманбек және бас бапкері Бухарест Нәсетқан. Әрине, Моңғолия командасының жетекшісі Рома Өсқан. Осы Моңғолиядағы ұлттық спорттың дамуына, сондай-ақ еліміздегі Қазақстандағы да ұлттық спорттың дамуына сүбелі үлес қосып жүрген азаматтардың бірі һәм бірегейі Айбарс Болат сіздердің назарларыңызда едәуір салым салып жүрген балуан жігіттердің бірі. Сонымен біз Ақылбай Манкеевтің ысқырығынан кейін ортадағы жекпе-жекке бастаймыз. Бірінші болып Моңғол Халық Республикасының жігіттерімен Серкеге жеткенін көрдік. Бұл Айбарс Болат. Айбарс Болат Серкені жерден көтере алған жоқ. Енді түрік жігіттеріне мүмкіндік бар. Өте баяу, бәсең басталған ойын. Әйтеуір Серкені бір алып кетсем болған деп жүрген жігіттер сияқты. Міне қазір Моңғолия құрамасының жігіттері Серкені тақымға басқан. Үшінші нөмірдегі Досжан Байыс Серкені алып Ақби Бақытбекке берді. Ақби Бақытбек енді Айбарс Болатқа Серкені ұзатып жіберді. Айбарс Болаттың бұл тамаша мүмкіндікті пайдалана алар ма екен? Салым салуға шақ қалды және бұл жоқ. Салым бекен, әлде салым емес пе? Қазір Ақылбай Манкеевтің шешімін күтеміз. Салым саналған жоқ. Өйткені Серке мәре сызығының жиегіне тиіп жатқан себепті де салым саналмайтын өздеріңіз жақсы білесіздер. Ал бүгінгі ойынды өздеріңізбен бірге тамашалайтын комментаторларыңыз мен Қайырхан Мәулен және менің әріптесім Аян Төлеген. Рахмет, Қайырхан. И снова здравствуйте, уважаемые друзья, любители спорта. В эфире телеканала Казспорт продолжение противостояния по Кокпару в рамках дебютного чемпионата мира, который прошел в Астане на ипподроме Казанат и собрал под свои знамена 11 стран. Ну, если, конечно, здесь считать и сборную Казахстана, хозяев турнира. Сейчас же мы смотрим за противостоянием очень сильной команды сборной Монголии. Они очень долгое время уже являются в большой семье мирового кокпара и очень неплохо выступают на мировых соревнованиях, на различных международных турнирах. Ну а их соперниками являются сегодня сборная Республики Турции. Турецкие дзюдоисты, их можно назвать представителями второго эшелона. Они все-таки новички, хотя уже не в первый год участвуют они на соревнованиях. Да, кокпарше сборной Республики Турции, можно сказать, набираются опыта на этом чемпионате мира. Сейчас попытались первыми носить,
Тяжелый на самом деле Серке, поэтому поднять вес до 35 килограммов тушу не каждому удается. Ну, поднять-то можно на самом деле, натренированные игроки, но в любом случае донести до цели, при этом, когда тебе мешают соперники, очень сложно. Сейчас мы дождемся Акылбай Манкеева и его свистка. И тогда уже видим и российских Кокпарше на трибунах ипподрома Казанат. Очень большое внимание на самом деле привлек данный чемпионат мира по всему миру. Ну, в тех странах, где смотрят Кокпар, где интересуются. Им говорили уже много раз, что здесь присутствуют почти все страны, которые успели отобраться, сумели отобраться на этот чемпионат мира, кроме сборной Азербайджана. Всего 12 команд должно было быть, но сейчас 11. Они поделены на 2 подгруппы. И вот в рамках круговых встреч между собой встречаются как раз-таки Турция и Монголия. Нужно брать Серке в свои руки. Пытаются это первыми сделать турецкий Кокпарше, но вовремя подоспел здесь 11-й номер сборной Монголии Серик Женеспек. И, судя по всему, уже не отдаст эту ношу, этот муляж в руки соперников. Да, и здесь на подходе уже помогает своему коллеге по команде другие турецкие Кокпарше. 2-й номер Галам Ташбек Ватан, прошу прощения, сборная Турции, не смог все-таки удержать Серке в своих руках. И Серик Женеспек сейчас скачет в сторону своего море для того, чтобы забросить дебютную, вторую, точнее, уже голевую передачу. Но для этого нужно еще добраться до ворот, потому что мы видим, что один за другим здесь окружают монгольского Кокпарше турецкие всадники. Видите, с первого, насколько не удалось это сделать Галаму Даулету, Серику Женеспеку. И снова он делает круг для того, чтобы развеять круг над море. Сейчас мы видим, что Алпараслан Кутлу пытается отобрать Серке у своего соперника. И сейчас между двумя 11 номерами идет такое вот противостояние. Да, и здесь выходит... Нет, показалось, не сумел удержать в своих руках Алпарслан Кутлу Серке. И снова пытаются работать первым номером турецкие Кокпарше. Ташбек Ватан поднял Серке в свои руки, но монголы тут как тут. И сразу же ввязались они в это противостояние. Самое главное сейчас не выйти за пределы ипподрома. Практически на грани находятся обе команды. Всего в пару метров. Ну а сейчас 11-й номер сборной Турции Алпарслан Кутлу несется к воротам монгольской, точнее к своим воротам, для того, чтобы принести очки в пользу своей команды. Пытается закрыть его Серик Женеспек и Ахби Бактбек на подходе к воротам. И уже сейчас Серке оказывается в руках Ахби Бактбека. Очень четко, грамотно, ну и в самом деле по-командному здесь действовали монгольские Кокпарши. Ну и получает здесь от Акылбека Манкеева 11-й номер сборной Монголии желтую карточку. Серик Женеспек тем самым отправляется в штрафную зону. Желтая карточка на языке этой игры означает 5 минут штрафного времени. Ну, все как в хоккее, в принципе, если вам, конечно же, знакомы правила хоккея, то в Кокпар, как и в других игровых видах спорта, также есть свои карточки. Синяя карточка означает 2 минуты штрафного времени, желтая 5 минут.
Ну и, конечно же, любая команда, любой игрок боится получить красную карточку. Здесь даже 2 минуты играет большую роль. Отсутствие одного из 4 игроков очень негативно сказывается на счете. Сейчас снова турецкие Кокпарши берут Сирке в свои руки. Несется 11 номер Алпарслан Кутло в сторону Маре. Один из самых... Да, сейчас вроде бы как поторопился он, но мне кажется, это будет засчитано, потому что... Да, здесь забивает свою дебютную в этой игре. Завоевывает дебютное очко. 12 номер сборной Турции Низатхан Джейлан. На 9-й минуте он сравнивает счет. Снова свист Акылбая Манкеева, судьи центра. И сейчас турецкие Кокпарши снова оказываются первыми. И берут Сирке в свои руки. Здесь они на самом краю поля находятся. Пытаются помешать им монгольские Кокпарши. Первый номер сборной Кайыржан Куантай. Но не сумели они это сделать. И вы видите, как второй номер сборной Турции на 11-й минуте Ташбек Ватан вырывается вперед вместе со своей командой благодаря этой великолепной атаке. Не успели опомниться монголы после гола в лице Низахата Джейлана, как его подвиг повторяет Ташбек Ватан. Да, хорошо проявляют себя новички в этой игре. Поэтому интересным будет, конечно же, посмотреть, чем закончится все-таки противостояние между турецкой и монгольской командами по Кокпару в рамках чемпионата мира. Акылбай Манкеев сейчас снова дает свисток. Ну вот немного запоздали здесь турецкие Кокпарши к Маре. И снова здесь пытались взять монголы первыми Сирке в свои руки. Еще раз не получать. 3-й раз уже подряд монгольские Кокпарши не могут поднять Сирке в свои руки. Нужно успокоить игру. И сейчас первый номер сборной Монголии Куантай Кайыржан берет Сирке в свои руки, ну точнее в ноги. И оглядываясь по сторонам, сразу 3 защитников из сборной Турции окружают его на подходах к Маре. Мы видим, что 10-й номер сборной Турции Огузхан Учар буквально прилип к нему, но сумел вырваться Куантай Кайыржан. Преследование. И сейчас самое главное, когда остается всего несколько метров до Маре. Видите, буквально грудью идет на него защитник турецкой сборной. Первый номер против первого номера. Сейчас идет противостояние Куантая Кайыржана против Алпарслана Джейлана. Да, нужно прийти на помощь, конечно же, в этой ситуации монгольском Кокпарше своему соотечественнику, своему коллеге по команде, иначе турецкие Кокпарши не дают ничего сделать. Есть здесь очередной гол в исполнении Куантая Кайыржана. На 13-й минуте он сумел сравнить счет, и счет на табло становится 2-2. Интрига возрождается.
Напомню вам, что главными тренерами команд являются Ташбек Ватан у сборной Турции, так как я понимаю, это играющий тренер. Ну а у монголов тренером является Бухарест Насетхан. Ну, когда мы говорим о команде Монголии, то как-то язык не поворачивается всегда повторять Монголия, Монголия. На самом деле это наши братья-казахи из внутренней Монголии. Они вы знаете, конечно же, очень много казахов живут в Баян-Ульгийском районе. Очень большая диаспора. Они сохранили наш язык, культуру. Ну и, конечно же, главную национальную игровой вид спорта кокпар. И поэтому не удивляйтесь казахским именам в составе монгольской команды. То же самое можно сказать и о российской команде, и о китайской. Это наши братья-казахи, живущие как в Монголии, России и Китае. Мағжан Құрманбек есепте еселіп кетті. Осылайша әлем чемпионатындағы өзінің кезекті салымына қол жеткізді. Осымен Мағжан Құрманбектің еншісінде 3 салым бар екен. Айта кетейік, осы 3-ші салымы дәл осы әлем чемпионатындағы ойындар бойынша. Есеп 3-2, енді өте қатты тартысты өтіп жатыр деп айту қиындау. Десек те, екі команданың жігіттері әйтеуір алма кезек серкені өз мәрелеріне апарып тастап жатқан сәтті. Бұл түрік спортшысының салым салуға жақындап қалған кезін көріп отырмыз. Иә, бұл тамаша салым. Сасқан жоқ, таспай 10-шы нөмірдегі Серф Амбрус. Жоқ, кешіріңіздер. Учар Оғызхан есептен естіріп кетті ойынның 16-шы минутында. Осылайша бүгінгі бәсекедегі Учар өзінің алғашқы салымын, алла чемпионат барысындағы 2-ші салымын салып отыр. Өте жақсы өнер көрсеткен. Расымен де қайталап көріністен байқасаңыздар, Учар Оғызхан жерден алып жеке дара шауып кеткенін көріп отырмыз, бірақ Монголияның спортшылары Учардың артынан қуа қойған жоқ. Ақылбай Манкеевтің кезекті ысқырығы естіледі. Ортадағы кіші шеңберде жатқан Серкеге қайта талас. Есеп 3-3, ойынның 17-ші минуты аяқталуға жақын. Енді бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша алдағы 3 минут бойы жігіттер бақталастырады. Қараңыздар, қалай еңкейеді, өте тамаша. Бұл Болат Айбарс болатын. Еңкейіп, жерден Серкені ілді де тақымға басып алды. Айбарс болады өзі ешкімге Серкені ұзатпай өзімен өзі барып салатын палуандардың бірі. Қарсыласының алдына әдемілеп тұрып шығып алды. Және бұл салым. Өте тамаша. Өте тамаша. Ойынның 18-ші минутында осылайша Айбарс Болат есепті 4-3-ке жеткізіп отыр. Өте керемет. Алма кезек салыммен алысып жатқан жігіттер бір-бірін сыйлап ойнап жатқан сияқты. Әйтеуір бірі Серкені тақымға басып шығып кетсе, екіншісі қорғаныста мүлдем ойын көрсетпейді. Айбарс Болат атқа өте тік отыратын және аттың үстінде еркін қозғала алатын жігіттердің бірі. Бүгінде жасы егделік болса да, әлі күнге дейін тізгінді тартып, ат жалын қысып мініп, дәл осы көкпарда нағыз спортшының қандай болу керек екенін көрсетіп жүрген жігіттердің бірі. Міне 3-ші нөмірдегі моңғолиялық спортшы Досжан Байс Серкені оң жақ тақымына басып алып, астындағы күреңмен мәреге қарай бара жатқан сәті. Түрік спортшысы әрине қарсылық білдіріп, Серкені өз тақымына басып алғысы келген. Десек те Байш Досжан
Қазір ешкімге берер емес, бұл ашықтан ашық тұрған сәті еді. Бірақ Серкені командалық әріптесі Серік Жеңісбекке тастап кеткен секілді. Жоқ, қайтадан 4-ші нөмірдегі Ерлан Мұрат Серкені өз тақымына басып алды. Жігіттер дәл мәренің үстінде қандай өнер көрсетіп жатқанын көріп отырсыздар. Өте тамаша. Ерлан Мұрат қазір Серкені тақымына басып, әзірге шабуылдаймын ба әлде командалық әріптесіме Серкені ұзатып жіберейін бе деп ойланып тұрған секілді. Әлде болса Ерланның тақымында Серке. Мінекей. Ақби Бақытбекке қарай ұзатып берді. Ақби Бақытбек Серкені тақымға баспастан қолына қапсыра ұстап шауып келе жатқан сәті. Түрік спортшысы да жабысқан болатын, бірақ Ақби Бақытбектің тастаған Серкесі мәренің дәл ортасына түсе қойған жоқ. Әрине өкініштақ. Міне, түрік балуандар Серкені тақымға басып алғанын көрдік. 10-ші нөмірдегі бұл Учар Оғызхан жаңа 16-ші минутта өз командасының қоржынына бір салымын салған жігіт. Осы чемпионаттағы 4-ші салымын салуға асығып бар жатыр. Аты да ұшқыр екен. Әй, керемет, жарайсың міне. Тамаша салым жасап кетті. Осылайша есеп 4-4 есебімен бірінші кезең аяқталып отқан секілді. Өйткені төрешінің ысқырығы естілуге жақын. Өйткені таблодағы уақыттың көрсеткіші де алғашқы таймға берілген 20 минуттың аяқталғанын көрсетіп отырған секілді. Жалпы түріктер көкпармен күнде тартып, бұл аталмыш спорттың түрімен күнделікті үздіксіз айналысып жүрген жоқ. Бірақ сонда да өте жақсы өнер көрсетіп жатқан жайлары бар. Қараңыздар. Серкені тақымына басып алып, мәреге қалай әдемі алып келгенін көрдік қырғыз балуанның. Кешіріңіздер, түркиялық спортшының. Осылайша бірінші кезең өз мәресіне жетті. Есеп 4-4. Досан Серкені тақымға басып алды. Өте тәжірибелі жігіттердің бірі. Қараңыздар, аттарын қалай қозғалтады. Қарагер қасқасы торыға келеме қалай өз. Ар ойнақтап, бер ойнақтап мәренің үстіне жақындап қалды. Және бұл ашықтан ашық келген тамаша салым болды. Ойынның 21-ші минутында Ешан Досан осылайша бір салымды өз командасының қоржынына кеп тастады. Өз мәресіне міне қалай жұлып кеткенін көресіздер. Шіркінай тура сирақтан ұстап Серкені сілте тартып жұлған екен. Астындағы аты да өте тамаша. Бір салым осылайша алғызды. Моңғол Халық Республикасының жігіттері. Енді ойын ары қарай жалғаса түседі. Біз қызықты, тартысты бәсекелерді тамашалаймыз деген сеніміміз мол. Ортадағы төреші Ақылбай Манкеев қазір 2-ші нөмірдегі моңғолиялық ғалым Дәулетке ауызша ескерту жасаған сыңайлы болды. Өз орнына келетті. Қазір Ақылбайдың сықырығымен ойын әрі қарай жалғасын табады. Екі команданың жігіттеріне де ортадағы төреші өте тартысты ойын өрнегін көрсетіңдер деп ескерту жасаған екен. Енді кездесудің көркі қыза түседі деген сеніміміз мол. Мінекей, түркиялық балуандар Серкені жерден тақымға басуға қанша тырысқанымен Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Оның үстіне Ақби Бақытбек те бұл Серкені тартып алуға барынша тырысқан. Дегенмен енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Түрік пен моңғолдың аттарының қайсысы мығым екенін жекпе-жекте қалай өнер көрсететінін дәл қазір байқаймыз өздеріңізбен бірге.
Әзірге Ақылбай Манкеевтің ысқырығы естілген жоқ, бірақ командалар дайын тұрған секілді. Иә, сонымен жекпе-жек ортада басталды. Түрік спортшысы Бакоз Чемилдің аты өте тамаша жекпе-жек көрсетті. Нәтижесінде тақымға Серкені басып алуға тырысқан, бірақ Арслан Рүстем бұл Серкені қарсыластарының қолынан жұлып алды. Шіркінай, түріктер қалай тамаша Серкеге таласып жатқанын көрдік. Қорғаныста бірақ айтарлықтай өнер көрсете алмайды. Арслан Рүстем Серкені ерте тастақ қойғанын көрдік. Әрине, бұл шабуыл нәтижесіз. Серке, яғни мәре сызығының тура бел ортасында жатыр. Осы себепті де бұл шабуыл нәтижесіз деп табылып, салым саналмайды. Ойынның 24-ші минуты аяқталуға жақын. Әзірге есеп 5-4. Моңғол Халық Республикасының жігіттері алды. Ал қазір сіздердің назарларыңызда міне Ауғанстан елінің өкілі ойынға қарап отыр. Қазір 10-ші нөмірдегі Учар Огузхан Серкені тағы да дәл мәренің үстіне тастады. Өте тамаша, алыстан келіп қалай тастайды десеңізші. Ойынның 25-ші минутында Учар Огузхан есеп теңестірді. 5-5. Және Учар Огузханның қазір Серкені қалай өз тақымына басып алғанын көреміз. Өте керемет, шынымен де екі команданың жігіттері алма кезек тартысты ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Көрермендердің де көңілдерінің хошы керемет емес, өйткені ойын өте тартысты өтіп жатқан жоқ. Моңғол Халық Республикасының командасы өте мықты. Бұлардың өз тобында қарсыластары, бірден-бір қарсыластары ол Тәжікстан құрамасы десек артық айтпаймыз, және Қырғызстан екені белгілі. Қырғызстаннан өкінішке қарай ең бірінші ойында ұтылып қалды. Енді бірақ одан кейінгі командалардың барлығын бет қаратпай келе жатыр. Міне, Серкені тақымға басқан моңғолиялық 4-ші нөмірдегі Ерлан Мұрат командалық әріптесі Айбарс Болатқа шығарып берді. Байқасаңыздар, дәл осы Айбарс Болат астындағы ақжал саратымен әрдайым Серкені тақымға басып шабуылға шығатын жігіттердің бірі. Көбінесе командадағы жігіттері ұзатып болса Айбарс Болатқа Серкені тақымдап береді. Және қандай жылдамдықпен келіп аттың тізгінін тартып кеп тамаша салым салғанын көрдік. Айбарс Болат Моңғолияның 5-ші нөмірдегі спортшысы, өзде ат ұстайды, көкпарға ат жаратады. Елге белгілі атбегілердің бірі һәм бірегейі. Міне ойынның 27-ші минутында есепті тағы да алға оздырды. Моңғолия құрамасы 6 салым салды. Тиісінше олардың қарсыластарында әзірге 5 салым бар. Есепті қайта теңестіріп кетуге түркиялық спортшылар таласады. Әзірбайжан мемлекетінен де дәл осы бәсекені тамашалап көрген азаматтарды байқап отырмыз. Мінекей, моңғолиялық палуан Қайыржан Қуантай Серкені тақымға басып жүйткіп қарагермен шабуылға шықты. Әттеген ай. Тамаша салым салуға мүмкіндік бар еді, бірақ ойында әрі қарай жалғастыруға болады. Өткен төрешінің ысқырығы естілген жоқ. Иә, бұл салым. Және салымды салған 6-ші нөмірдегі Ешан Досан болуға тиісті. Иә. Ешан Досан осылайша тура мәренің түбінде жатқан Серкені алды да көтеріп мәренің қақ ортасына тастай салғанын байқадық. Әрине шауып өтіп көрерменнің көзайым болатындай салым емес десек те, бұл жерде Қайыржанның қателігін көрдік. Кішкене кешірек тастақ қойды Серкені. Өзінің жылдамдығын, атының жылдамдығын Серкенің салмаған есептей алмаған осындай болса керекті. Енді Серке кіші шеңберге қайта тасталады да бәсеке одан әрі қарай жалғасады. Міне Ақылбай Манкеевтің ысқырығы естілді. Тағы да моңғол
Моңғол Халық Республикасының құрамасы Серкеге бірінші болып жетуге тырысқанмен, түркиялықтардың аттары жылдам екенін көрдік. Шіркін-ай, Серкенің тақымға басуға мүмкіндігі болған, алайда Моңғолдың жігіттері ондай оңай шағыла салатын жаңға емес. Қайыржан қазір қайтадан Серкенің тақымға басып алған екен. Өзінің мықты екенін дәлелдемеске, неге дәлелдемеске, міне тағы бір салымның авторы атанып отыр. Ойынның 29 минутында есепті тағы да еселеді. Өте білекті, жүректі жігіттердің бірі. Қуантай Қайыржан, қараңыздаршы, Қаракеретпен қандай өнер көрсетеді. Көкпар алаңының ішінде ұршықша иіріп атын ары қозғалтып, бері қозғалтып, оңға бұрып, солға бұрып, атының басы да қайым екен көрініп тұр. Қаракерет қамшы бастырмай-ақ мәреге жетуге құлқы зор. Міне қазір түркиялықтарды өткізіп жіберді. Екінші нөмірдегі ғалым Дәулет Қуантай Қайыржанға жағдайды жасап бергенін көрдік. Нәтижесінде есепті уақыт өткен сайын еселеп жатыр. 7-6. Тағы да Мағжан Құрманбек, Моңғол Халық Республикасының палуандарының бірі, өте жас палуан, биыл небәрі жасы 20-да. Командалық әріптесі Ерлан Мұратқа Серкені ұзатып жіберді. Ерлан Мұрат қазір айнал соқтап қашып барып Серкені дәлмәренің үстіне тастауға мүдделі, және бұл тамаша салым. Жарайсың. Ойынның 30 минутында Ерлан Мұрат есепті 8-6-ға жеткізіп отыр. Енді жарайсыңнан басқа айтар жоқ, өте тамаша өнер көрсеткенін көрдіңіздер. Ерлан Мұрат, Ерлан, Моңғолияның ең білекті палуандарының бірі. Енді құрметті телекөрермен, бұл чемпионатқа жалпы бас аяғы 12 команда келу керек болған, бірақ Әзірбайжаннан келетін жігіттер үлгере алмай қалды. Сонда да біз трибуналардан олардың дәл осы әлем чемпионатын тамашалап отырғанын байқадық. Жарыстың бас төрешісі Ерлан Оспанов Әзірбайжан уақытынан кешіккеннен кейін бұл мемлекетті жарыстан сызып тастауға тура келгенін айтты. Және бұл кез келген халықаралық дәрежедегі жарыстардың ережесіне сәйкес жасалған дүние екені белгілі. Шеңберде Серке жатыр, және Серкеге талас өте қызу. Әзірге екеуінің де Серкені нақты басып алғандары жоқ. Дегенмен түрік спортшысы осы ойын барысында 3 салымға қол жеткізген. 16-шы, 20-шы және 25-ші минуттарда 3 салымда қатарынан салған Учар Оғузхан атты палуаны қырғыздың. Учар Оғузхан қайтадан 4-ші салмаққа бекініп қайта шабуылға шықты. Қарсылас командалас жігіттерін қалай алдап өтіп жатқанында көріп отырмыз. Мәреге бір табан жақын қалған кезде ат бұрылып кетті. Моңғолиялықтардың қорғанысы да өте тамаша. Бірінші кезеңде дәл бұлай қорғанып өнер көрсетпеген өздеріңізді жақсы біліп отырсыздар. Орайы келсе ғана әйтеуір Серкені тақымға басып, қазандықтың кешіріңіздер мәренің тура ортасына тастап кеткен жайлары бар еді. Ал бұл кезеңде Серкеге таласып, оқтын шабуылды да жиымдастырып, оның үстіне қорғаныста да керемет көкпардың өрнегін көрсетіп жатыр. Да, уважаемые друзья, в самом деле идет очень такая вот непримиримая борьба, очень интересная в исполнении турецких и монгольских кокпарши на этом чемпионате мира. Вы видите, какой счет. Давненько такого счета мы не видели между командами других сборных. 6-8 в пользу сборной Монголии. Остается порядка 7 минут до конца этого матча. И пока что на самом деле не ясно, кто же может здесь выйти победителем. Снова кокпарше из Монголии в исполнении первого номера Куантая Кайыржана.
Держит Серке в своих руках. 5-й номер подхватил Айбарыс Болат. И, зажав камчу в своих зубах, он скачет в сторону Маре. 7-й номер сборной Турции Рыдван Уфук заставил сделать очередной лишний круг Айбарысу, но не останавливается его вороной конь. Видите, ну, столько сделал усилий, и так вот небрежно кинуть в море — это на самом деле преступление, потому что надо было чуточку подождать, тем более, что никто не мешал ему в этой атаке. Мы видим, как и Бухарест Насетхан негодует в этой ситуации. На самом деле никто не мешал Айбарысу Болату, но Серке на большую половину своей туши находился за пределами моря. А так хорошую комбинацию они разыграли. Нет, судя по всему, все-таки сорвалось с руки здесь у Айбарыса. Вот останавливается он своего коня, бросает. Ну, видите, на полшага еще сделает он. И счет был бы уже 9-6 в пользу Монголии. И снова 5-й номер Айбарыс Болат. Судя по всему, решил он реабилитироваться в глазах своих коллег, в своих глазах. И снова бросает он в море. На этот раз все чисто. 5-й номер сборной Монголии Айбарыс Болат записывает на свой счет третью уже на сегодня забитую голевую атаку. Тем самым оформляет он хет-трик. И пока что это на сегодня у него лучший результат в составе монгольской команды. Ну а что касается турецких Кокпарши, то Огузхан Учар, 10-й номер сборной Турции, также имеет на своем счету 3 забитые голевые атаки на 16, 20 и 29 минутах. Остается совсем немного до конца игры. Манкеев Акылбай сейчас выжидает, пока выстроится Кокпарши, дает свисток и снова несутся в атаку. 6-9 в пользу команды Монголии. С первой попытки не удалось туркам взять Серке в свои руки. И вот здесь уже образовалась целая очередь за тушей. Вот видите, как даже потерял в этой суматохе шапку 4-й номер сборной Монголии Мурат Ерлан. Несется он со всех ног своего коня в сторону моря и забивает 10-ю. Приносит он 10-е очко в команду Монголии. Сейчас самое главное найти свою шапку, потому что в этой игре шапка Кокпарши, сапоги играют очень большую роль. Они выполняют защитные действия. На 37-й минуте Мурат Ерлан, судя по всему, ставит жирную точку в этом противостоянии. Да, 3 минуты остается до конца матча между Турцией и Монголией. Торопятся отыграться турецкие Кокпарши. Понимают они, что сейчас время играет не в их пользу. Но как это сделать, когда монголы совсем не планируют останавливаться? И сейчас 3-й номер сборной Монголии Байыс Досжан пытается не отдать вот в этой ситуации своему сопернику из Турции, который буквально раздирает 2 руками эту тушу, муляж из рук своего соперника.
отгоняют монгольский Кокпарше, турецкого игрока от Боиса Досжана. Но здесь, судя по всему, все-таки отобрали. Да, 8-й номер сборной Турции Рыдван Уфук. Жамиль Пакес на самом деле был под 8-м номером. Пакос Чемил, 8-й номер сборной Турции, сейчас записывает 7-й гол на свой счет. Да, на 39-й минуте, практически за минуту до конца игры, турецкий Кокпарше успевают красиво захлопнуть дверью в игре против своих более сильных, грозных соперников. Счет в противостоянии Турция-Монголия 7-10. Остается менее минуты до конца противостояния. Сумеют ли здесь еще раз монголы попасть в море? 2-й номер сборной Монголии Галым Даулет. За эти 30 секунд пытается он добраться до... Нет, сейчас ему не удалось это сделать. Галым Даулет так и не смог открыть счет в этой игре, свою личную копилку. Да, до последних секунд буквально идет борьба. Снова Галым Даулет держит серьги в своих руках, но за это оставшееся время вряд ли успеет он сделать что-либо. Тем более, видите, как буквально стал стеной, поставил автобус, как говорят в таких случаях. Монгольский игрок. Ну и показывают нам гостей чемпионата мира. Мы знаем, что очень много людей из различных посольств, стран-участниц и просто любители Кокпара, аксакалы, дети с целыми семьями приходили смотреть на чемпионат мира в Астане, на ипподроме Казанат. Ну а здесь за 40 минут, за 2 периода сборная Монголии сумела победить команду Турции со счетом 10-7. Очень приятно удивили здесь турецкие Кокпарше. Ну и лучшие повторы от режиссеров трансляции вашему вниманию. На этом мы с вами прощаемся, уважаемые друзья. С вами сегодня работали мой коллега Кайырхан Маулен и я, Аян Тулеген. До скорой встречи. Оставайтесь вместе с нами и смотрите, болейте за красивый спорт.